Assalamualaikum, ardaқты Алаш жұрты, құрметті менің сайлаушыларым. Бүгін мәжіліс және мәслихат сайлауларының үгіт насихат жұмысының соңғы күні. Біз 23-де бастағанбыз ақпан айының. Міне наурыздың 17-сі күні Көксу ауданының Мұсабек ауылында үгіт насихат жұмысымыздың соңғы нүктесін қойдық. 8 аудан, 2 қаланы араладық. Көп ауылдарға бардық. Қарапайым халықтың арасында жүрдік. Солармен кездестік, жағдайын білдік. Көп нәрсені түйіп қайттық. Елдің талап тілегінің бәрін қағазға түртіп алдық. Өз ойымызға алған сөздерді айттық. Біздің сайлауалды бағдарламамыз халықтың жүрегінен орын тапты. Қуана-қуана қол соғып қабылдады. Сол істердің іске асса екен деп, сол істердің бәрі іске асса екен деп тілектерін айтты біздің сайлаушыларымыз. Жалғыз мен емес, сайлауға түсіп жатқан адамдар өте көп. Бір мандатты жүйемен де, партиялық жүйемен де жетерлік. Бәрінің өзінің ойға алған мақсаттары бар. Менің де мақсатым бар. Мемлекетімізге пайдамызды тигізсек екен деп додаға түстік. Шын айту керек, ауылда халықтың жағдайы өте мүшкіл деп айтуға болады. Халық ешкімге сенбейді, сенуден қалған. Осы жолғы үгіт насихаттан байқағанымыз, көп үміткерлер баяғы ескі әуенмен жүр. Жасырмай айтайық. Халықтың алдына барып жатқандар өте аз, қарапайым халыққа. Мейлі партиясы болсын, мейлі бір мандатты жүйемен түсіп жатқандар болсын. Себебі олар халықтың алдына баруға моральдық қақысы жоқ екен, біледі өздері. Үлкен-үлкен сарайларда жиналыстар өткізіп, шоу жасап жатқандарын көрдік. Ит қосып қуып жатқандарды да көзіміз шалды. Сондықтан бұл жолғы сайлауға түсіп жатқан азаматтардың, шынайы жігіттерді айтып отырмын жаңағы. Елдің осы бір шешілмеген түйіндерін шешейін деп өзіне үлкен мақсат қойған азаматтарды айтып отырмын. Жүгі ауыр екені белгілі болды. Бағана бір жерден оқып қалдым. Экс-сенатор Мұрат Бақтиярұлы жазыпты парақшасында. Мәжіліс немесе парламент жай айғай салатын, сөз сөйлеп отыратын, немесе жастардың барып шыңғыратын жер емес деп жазыпты. Өте дұрыс айтады. Мен осыған дейін айтып келдім, тағы қайталап айтайын. Мәжілісті білем, парламентті жақсы білем, ішінде жүрдім. Депутат дегеннің кім екенін, қандай болатынын мен беске білем. Мемлекеттік жүйені де білем. Заңның қай жерден басталып, қай жерден аяқталатынын да білем. Қалай жасалатынын да, қалай қабылданатынын да білем. Егер біз сол ескі жүйемен кете беретін болсақ, аяғы жақсылыққа апармайтынын осы жолы шын жүрегімізбен сезініп қайттық. Жасауға болады бәрін. Оған күш керек, білім керек, ерік жігер керек, еркіндік керек. Нығматуллиннің класында отырғандай, баяғыдай отыра берсек, біз көп нәрсені жоғалтамыз. Ең бастысы халықтың сенімін одан ары жоғалтамыз. Бұл жолы халықтың бар үміт артып отырғаны 29 бір мандатты жүйеден түсіп жатқан үміткерлерде. Осыған дейін айттым, тағы қайталап айтайын. Әркім өзінің
каалаган адамын таңдап койду. Өңүрлөрдө айтып жатырмын. Кимдин утатында, кимдин калыкка унайтыны да белгили болду. Ел өкпөлі өткен парламентке. Ең жоқ дегенде алдына келіп тұрған қарап жердің мәселесін шешіп бере алмаған үшін. Президенттің айтып тұрған сөзін жерге тастап, жердің халыққа берілетін шартын өзгерте алмаған үшін қатты наразы. Соны білсе керек, экс депутаттар қайта барып, сол сарайлардан қайтты. Қарапайым халыққа ауылға барған жоқ. Түсіп жатқан бай манаптар мемлекеттік мекемелерде кездесулер өткізді, оны да көрдік. Доғдырханада, жаңағы кәсіпорындарда деген сияқты. Өйткені оның басшысымен тіл табысып, сөйлесіп, немесе біреулерге телефон соқтырып жоғары жақтан адамын жиып алып сөйлесу оңай. Ондай адамдар үшін. Біз оларды мазалаған жоқпыз. Жұмысынан қалмасын дедік. Біздің сөзіміз былай да жетіп жататынын білдік. Құдайға шүкір, әлеуметтік желі арқылы. Маған Жетісудың халқы тікесінен тік тұрды. Обасы Жаркенттен бастап Алакөлге дейін, бер жағы Сарыөзектен бастап Сарқанға дейін халық өте қызу қарсы алды. Біз де барымыз салып, ойымызды айттық, бөлістік. Олар да арыз арманын жеткізді. Адам еңбек ету керек екен. Аянбай, шынайы, адал жұмыс жасасаңыз, халық соны көріп отырады екен. Мен ойлағам, осы халық мені қолдайды деп сенгем. Бірақ менің сенімнен әлде 100 есе артық болды десем, мен қателеспеймін. Халықтың қызу қарсы алғанын. Әсіресе ұлы көшке мүдделі қауым. Сосын солар арқылы естіген көрші қолаң, құда жекжат деген сияқты. Дос жаран, әріптестер, кәсіптестер менің ойларымды естіп жатты. Қай жерге барсам да, құдайға шүкір, жұрт қарсы алып жатты. Неше жүздеген WhatsApp-тан топтар құрып, сол арқылы пікірлесіп отырғандарда есеп жоқ. Бір ауыз сөзбен айтқанда, үміт артты Жетісудың халқы. Қарапайым халықты айтып отырмын. Сайлауда бірден дауыс береміз деп жатыр. Мыңға тарта сенімді өкіл тағайындадық. Ешкімге жалынған жоқпыз, құдайға шүкір. Азаматтар бар екен, жігіттер, қыздар бар екен, белсеніп шығып, бір күн тұрып береміз біз. Таңертеңнен кеш батқанша сайлау учаскелерін бақылаймыз. Ауыт Мұқибектің дауысын ұрлатпаймыз деп шығып отыр. Мен өзімнің бағдарламаларым туралы айтпақшы емеспін. Халықтың алаң көңілін жеткізейін деп отырмын сіздерге. Осы сайлауда біраз нәрсе сыналатын болып тұр. Билік жағын айтып отырмын. Ескі әуенге басып жатқандарды көрдік. Әкімдерді өзіміздің адамдарымызды өткіземіз деп тыраштанып жатыр екен. Ол да құлағымызға жетті. Бізде сол әкімнің өз адамымыз. Қазақ айтады ғой, тоқалдан туған жоқпыз ғой деп. Бізде үкіметтің адамымыз. Бізде осы партияда жұмыс істедік. Бізде президентімізді қолдаймыз, саясатын. Бізде жақсы болса екен дейміз, заңдар дұрыс болса екен дейміз. Бағдарламалар дұрыс жасалса екен дейміз. Бөтен ниет жоқ. Соларға пайда келмесек, зиян әкелмейміз біз. Өзімді айтып отырмын, шынымды айтайын. Дауысымыз ашты шығатын шығар, айғайласатын шығармыз. Олда тұрған ештеңке жоқ. Арғы сарайымыз, көкірегіміз таза. Мен осыған дейін көші-қонның саясатымен жүріп, көптеген жақсы ағалар таптым. Биліктен жақсы іні қарындастар таптым, әпкелер таптым, жанкүйерлер таптым.
әлеуметтік желі арқылы солар үзбей пікірлерін білдіріп жатыр. Мен жау таптым деп айтпаймын. Мен ешкімге жау емеспін. Ешкімнің маған да жау болады деп ойламаймын, ешкімде де. Пікір келіспестіктер болады әрине, жұмыс болғаннан кейін. Ол қалыпты жағдай. Ермек Нұғманов деген ағамыз, ақсақал қазір зейнеткер болса керек, Ереймент ауданының әкімі. Өлтіресін ағам. Осы сол кісі мені қолдады. Мен сол есімнен әлі кетпей жүр. Қандай керемет адамдар. Ел айтады, ауыт бұқибек даукөс деп. Ел болғанда жаңағы мен пікір келіспейтін адамдарды айтып отырмын. Я, мен даукөспін. Түбіне жетпей тынбаймын. Бірақ кек сақтамаймын. Бетіне айтамын. Ешкімді аямаймын. Себебі халықтың мүддесі тапталып жатыр бұл жерде. Оның жолында аянатын ештеңке жоқ. Егер оны елемей өткізіп жіберіп, билік үшін, атақ үшін, мәнсап үшін құрағышсақ, онда бүгінгіде елдің алдына барып қасқайып тұрып сөйлей алмас едік. Сондықтан құрметті біздің мынау билік басында отырған ағайындар, сайлауды әділ өткізіңіздер. Халықтың сенімінен айырылып қалмаңыздар. Біз тіл табысуға дайынбыз. 2013 жылы қандастарымызға 4 жылсыз азаматтық берілмейтін заң қабылданып кеткен кезде мен тұңғыш президентке өте ауыр сөздер айттым. Хат жаздым, оқыды хатымды. Қателіктің кеткенін сезініп, қасындағылардың сөзіне алданғанын біліп, тұңғыш президент халықтың көші-қон туралы заңды 5 ай 24 күннің ішінде қайта қалпына келтіру туралы бұйрық шығарды. Сол күннен бастап мен ол кісімен көріспесем де тіл табысып жұмыс істедім деп ойлаймын. Жақсы нәрселерін мақтадым, қолдадым. Көші-қонның басына қайтадан қара бұлт үйірілмес екен деп барымды салдым. Құдайға шүкір, жаман болған жоқ. Қазірде біраз шенеуніктермен жақсы емеспін мен. Жай шенеуніктер емес. Осы мемлекеттің идеологтары болып отырған, биліктің ұшар басында отырған, президенттің жанында отырған қыз жігіттер бар. Осы көпірден өтіп алайын деп отырған жоқпын мен сіздерге. Сіздер дұрыс жасаңыздар жұмысты. Тағы да қайталап айтамын. Халық сіздерді кешірмейді енді. Мен сияқты түсіп жатқан басқаша пікірдегі адамдар бар. 30 жыл бойы ескі жүйемен күресіп келген адамдар бар. Алтындай бауырдан айырылған тұлғалар түсіп жатыр. Түрмеге түскен, қудаланған жігіттер сайлауға түсіп жатыр. Мысалы, Рысбек Сәрсенбайұлы, Ермұрат Папи, Оразалы Ержанов дегендер. Жанын беріп күрескен жігіттер, ағаларымыз біздің. Солар сайлауға түсіп жатыр. Егер солар осы Қазақстанға, осы қазаққа жау десеңіз, онда біздің біткен жеріміз. Қаңтар оқиғасы солардың пайдасына шешіп берді бәрін. Солардың айтқаны келді. Солардың айтқаны орындалды. 30 жыл бойы күресіп келген мысалы. Құрметті ағайындар. Сондықтан осындай тұлғалардың парламентке барғанын мен қалайтын едім. Қасқайып отыру керек. Иә, ішінде қыжылдары бар. 1 ай, 2 ай, 3 ай айтады. Сосын олар да сабасына түседі. Заң жасауға кіріседі. Ойларын ортаға салады. Мен де сол қатардамын. Мен оппозиция емеспін, бірақ ол кісілер сияқты. Мен кәдімгі мемлекет басшысының бастамаларын, тиімді жобаларын қолдап келе жатқан адаммын. Құрметті
орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Мәжитұлы. Бұл жолы сіз үлкен сынақтасыз. Сізге президент сеніп тапсырды. Мен сайлауды сіз жақсы өткізеді деп сенемін. Білем, сіздің де мүмкіндігіңіз жоқ. Таза сайлау өткізудің заңдық механизмі жасалған жоқ. Баяғы ескі жүйемен қалды. Бұл экс-депутаттардың мойнында. Қазір сайрап жүрген. 2,5 жыл сайрап отырып, енді келіп әділ сайлау өтсін деп жүр. Сол жасайтын адамдар отырды ғой сол жерде мысалы. Өткенде де айттым, тағы қайталап айтайын. Кандидаттардың сенімді өкілдері дауысты бірге санайды, протоколға сайлау комиссиясының мүшелерімен бірге қол қояды деген бір норма енгізіп қойғанда сайлау керемет өтетін еді. Партиялық тізімдегілерге ешкім сенбей дауыс бермейміз деп отыр. Біз қайта үгіттеп жатырмыз, партияларға да беріңіздер деп. Себебі партиялық тізіммен түсіп жатқандарда халықтың таңдау құқығы жоқ. Халықтың таңдау құқығы шектелген. Халық дауыс берген адамдар өтпей қалуы мүмкін. Қайдағы жайдағылар, әке көкесі барлар, бәкесі барлар, сәкесі барлар өтеді, мен білемін. Баяғыдан да солай. Ақшасы барлар өтеді. Көрдік, Ақжол партиясының анау біреу депутатын, ресейшіл. Қайдан келген адам екенін білесіздер. Қалай келгенінде белгілі болып қалды. Осындайдан Құдай сақтаса екен деймін, келесі шақырылымда. Алда келе жатқан. Ардақты ағайын, менің сайлаушыларым. Сайлауды өтеді, сайлаудың ертеңінде болады, көреміз. Үмітіміз зор, таза өтеді деген. Президентіміз тапсырма берді. Мүмкін бүгіндер, ертеңдер тағы да осы сайлау мәселесіне қайырылып, үндеу жариялайтын шығар. Немесе өткендегі сайлау басталғандағы үндеуімен болатын шығар. Шетелде сапарда жүр екен. Біз өзімізді өзіміз аямасақ, өз халқымызды өзіміз құрметтемесек, өз халқымыздың мүддесін өзіміз қорғамасақ, мемлекетіміз тағы да тығырыққа тіреледі. Өте көп жұмыстар күтіп тұр екен. Мен соны айтқым келді бүгін. Сайлаудың үгіт насихат кезеңінің соңғы күнінде. Құдайға тауба, көк түйінсіз барып, дүрілдетіп отырып, үгіт насихат жұмысын жүргіздік. Елдің ең алды болмасақ та, алдына таяу жұмыс жасадық. Өткені қазақтың арда туған азаматтары маған көмектесті. Мемлекетті, халықты сыйлайтын, соның жолында барын бергісі келетін азаматтар менің қасымда жүрді. Көңілбай Шүкенов, Дәурен Өміршенов деген екі жігіт. Ары қарай мен көтерген мәселеге мүдделі қауым іліп әкетті. Елдің елдігін көрдік. Өз басым, өзім ойлағаннан әлденеше 10 есе артық болды осы жолы үгіт насихат кезеңі. Мені қолдап жатқан, жақсы тілектерін білдіріп, күндіз-түні телефон шалып жатқан ағайындардың бәріне басым деймін. Рахмет сіздерге. Алыс аймақтардағы мысалы. Өскемен, Абай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, батыс аймақтар. Бәрі қолдап жатыр. Тіпті бауырлас қырғыз ағайындар да қолдап жатыр. Оған да рахмет, білетіндер. Әділеттілік үшін қырғыздың ұлттық лидеріне араша түскеніміз кезінде Өмірбек Текебаев деген. Соның жақтастары әлеуметтік желі арқылы жақсы лебіздерін білдіріп жатыр. Бұл да туысқандықтың белгісі, адалдықтың белгісі. Құрметті сайлаушылар, сіздерге
söz soңунда bir эки ауыз әңгіме айта кетейін. Bir gün şidap беріңіздер. Сайлаудың әділ өтілуіне мұрындық болыңыздар. Елдіктеріңізді көрсетіңіздер. Ұйымшыл екеніңізді көрсетіп жатсыздар. Соны осы соңғы 19 Наурыз күнінде көрсетіңіздер. Бұл жақсылықтың нышаны. Bir азаматты ортаға шығару, оны бағалай білу, еңбегін тани білу деген бұл өте жоғары мәдениеттің, адамгершіліктің шыңы деп бағалауға болады. Мен осылай айтатын едім. Мен ешкімді бөлген жоқпын. Жақсы ағаларымның қай өңірден екеніне қарамастан ұлы еңбектерін бағалаған болатынмын. Есеппен емес, адамгершілікпен. Бүгін соның мен қайтарылымын көріп жатырмын. Депутат болармын, болмаспын. Атқа мінген екеміз, өміріміз жеткенше күресеміз. Әділетсіздікпен тынбай күресеміз. Алла тағала берген, өзіміздің адал еңбегімізбен келген, ата-бабамыздың қан арқылы бойымызға сіңген осындай күрескерлік қалпымыз өдемесе кеммейді. Мен сіздер үшін жұмыс істеуге тағы да қарыздар болып қайтып бара жатырмын. Құрметті сайлаушылар, тек қана Жетісудың халқы емес, барлық облыстағы маған үміт артқан ағайындарға қаратып айтып отырмын. Ең бірінші тыныштық болсын, амандық болсын. Сайлаудың әділ өтуі, немесе өтпеуі, ол ескі жүйе мен жаңа жүйенің farkын көрсетеді осы жолы. Шынайы Қазақстан ба, жаңа Қазақстан жоқ, әлде ескі сүрдек ба, осыны көрсетеді. Президентіміз халқына, бізге зор үміт артып отыр. Соның үдесінен шығайық. Ұсақ түйек әңгімені қояйық. Әкімдер, атқарушы билік, тыраштануды қойыңыздар. Біз сіздерге көмектесу үшін кетіп бара жатырмыз. Көмектесу үшін, шын пейілімізбен. Халықтың жағдайы жақсы болса, заңдар түзелсе, бағдарламалар дұрысталса, сіздер үшін пайда. Біз солдай жұмыстар жасап беруге дайынбыз. Құдай бұйырса, Алла қолдап, сіздер дауыс берсеңіздер. Айтатын әңгіме көп. Аман болайық. Ертең тыныштық күн екен. Ар күні таңғы сағат 7-тен бастап 8-ге дейін сіздердің ауыр жұмыстарыңыз басталады, құрметті сенімді өкілдер. Бұған дейінгі сайлаулар туралы халықтан көп естідік. Бұрын өткен сайлауларға да сенімді өкіл болған, сайлаудың басы-қасында жүрген қыз-жігіттермен әңгімелестік. Күлеріңді де, жыларыңды да білмейсің. Сайлау деген аты ғана өткен. Оны өзіміз де білетіміз. Шет жағасын көргенімізді. Қайталанбасын сол жағдай. Өзімізді өзіміз алдамайық. Халықтың сенімінен тағы қайталап айтайын, айырылып қалмайық. Елге күлкі, дұшпанға таба болмайық. Қазақ айтады ғой, осындай сөз көп айтады біздің халқымыз, данышпан халқымыз. Көз алдында санаңыздар. Құрметті орталық сайлау комиссиясының өңірдегі өкілдері, ерлік көрсетіңіздер. Бүгін бір қарындасыма риза болдым. Азаттық радиосына сұхбат беріпті. Жергілікті әкімшіліктің қыспақ қалғанын айтып шығыпты. Айтыңыздар, ештеңеден қорықпаңыздар. Кім сізге қысым түсірсе, сайлауды бұрмалап, өзгелерге жан тартып, сіздерге қысым жасаса, ашыққа шығып айтыңыздар.
ешкімнің басын кесіп алмайды. Біз сіздерге көмектесеміз. Әділ сайлау өту үшін, таңдаулы азаматтардың мәжіліске, мәслихатқа бару үшін бір ерлік көрсететін кездеріңіз келді. Құрметті орталық сайлау комиссиясының өкілдері. Беттеріңіз жарық болсын, бала-шағаның алдында, ұрпақтың алдында, уақыттың алдында, ең бастысы Алланың алдында. Құрметпен Жетісу облысынан өзін-өзі ұсыну тәртібімен додаға түсіп жатқан үміткер Ауыт Мұқибек.